Экранда мейірімсіз, қауіпті жігіт. Ал өмірде отбасын қарыздан құтқару үшін жанын салған перзент. Бұл танымал актер Удо Хванның сіз білмейтін хикаясы. Ол кішкентай бала кезінде ақ әкесінің барлық қарыздарын жауып, анасына үй әперуге өзіне серт берген еді. Удо Хванның балалық шағы жоқшылықта өтті. Әкесі несиеге бершесінен батып, отбасы әр тиынды санап жұмсайтын. Удо Хван атақ үшін емес, жақындарын құтқару үшін рөлдерді жанталаса ойнап, тынымсыз еңбек етті. Алғашқы үлкен жетістікке жеткенде, ол қаламақысын соңғы тиынына дейін ата-анасына беріп, уәдесінде тұрды. Экранда ол жиі қатыгез жанары бар, суық, жаман жігіттердің рөлін сомдайды. Бірақ өмірде оның жүрегі өте жұмсақ, әрі өзгелердің мұңын түсіне білетін сирек қасиетке ие. Король Вечный монарх тарамасының түсірілімінде оған ешкімді маңына жолатпайтын Максимус есімді қырсық тұлпар бұйырды. Удо Хван оған қатал бұйрық берудің орнына қорада сағаттап отырып, атпен ақырын тілдесіп, өзінің қорқыныштарымен бөлісті. Ақыры жануар оған бауыр басып қалғаны соншалық, түсірілім алаңында адал итше соңынан еріп жүрді. Ал актер шаршаған кезде тұмсығын оның иығына тығып еркелейтін. Киноиндустрияның орасан зор қысымына төтеп беруге, оған көп жылдан бері үзбей жазып келе жатқан жеке дәстүрі қол жазба күнделігі көмектеседі. Онда ол іштегі жасырын өкпе ренішін, қорқыныштары мен жан азабын төгеді. Удо Хван ешқашан тірі адамдарға негативін шашпауға серт берген. Сондықтан қағаз оның жалғыз сырласына айналды. Ал сіз ше, іштегі мұңыңызды күнделікке жазасыз ба, әлі жақындарыңызбен бөлісесіз бе? Пікірде ойыңызды қалдырыңыз, және осындай әсерлі оқиғаларды жіберіп алмас үшін парақшама тіркелуді ұмытпаңыз.